Студент кезде талай жігіт жолықты, бірақ мен кездесуге пәтерде бірге тұратын қыздарды ертіп шығатынмын. Әркімнің талғамы әртүрлі, оның үстіне қыздарда. Бұл тұрмысқа шығып кетсе, пәтерақы төлеу қиын болады. Менен бұрын тұрмысқа шыққанын қаламаймын деген тағы басқалай ойлары болады. Сөйтеді де жігіттен мін тауып айнытады. Ол шақта әркімнің сөзіне ергіш, өз ойы жоқ қыз едік қой. Негізі өзіңе ұнады ма, құрбыларыңмен емес, дұрысы жеңгеңмен, әпкеңмен таныстырған дұрыс екен. Әрине, егер қандай жігіт екенін біліп берші, сырт көз сыншы деген ой болса. Ал егер өзің таңдай білсең, онда ешкіммен таныстырмай-ақ біраз жүріп, тұрмысқа шығып кеткен абзал. Мен негізі ауылдың қызымын. Арманым қалада тұратын жігітке тұрмысқа шығу еді. Адам шын тілесе, Құдай сондай жанмен кездестіреді екен. Бірақ ары қарай дұрыс әрекет ету әр адамның өз еншісінде. 4-ші курста оқып жүргенімде қалалық жігітпен таныстым. Дәл мен армандағандай, бойы менен ұзын, ақ сары, дипломы бар жігіт. Тұрғылықты қаланыкі және кішкентай кезінен бай дәулетті отбасында өскен соң, адамды менсінбеу, киіміне қарап бағалау деген онда жоқ. Мінезі салмақты, қымбат киінсе де өзін қарапайым ұстайды. Анау бай, анау кедей, мынау ауылдікі деп адам таңдамайды. Мен онымен ауылдан қалаға қайтар жолда таныстым. Аудан орталығына барып, қала бағытындағы жолда тұрғанмын. Ол кезде жолаушылар жолда қол бұлғап тұратын. Қасыма бір көлік кеп тоқтады. Артқы орындығына отырып алдым. Рөлде жас жігіт. Таныстық. Менен 3 жас үлкен. Есімі Айдархан. Жетісайдағы әжесінің туған күнінен қайтып келе жатқан беті екен. Қалаға жеткенше сөйлесіп бардық. Мені пәтеріме дейін жеткізіп салды. Ол кезде сымсыз телефондар әлі шықпаған еді. Пәтердің телефон нөмірін сұрап алды. Пәтерге кіре сала, қасымдағы 3 қызға танысқан жігітім туралы айтып жатырмын. 4 қыз болып пәтер жалдап тұрғанымызбен, мен біреуімен ғана жақын араласатынмын, сырласатынмын. Сол Шынар, дәл менің арманымдағыдай жігітпен танысыпсың ғой. Қаланыкі, жұмысы, көлігі бар. Үндемей жүріп пәлесің ғой, деді. 2 аптадан соң демалыс күні жігіт хабарласты. Саябаққа шақырды. Шынар, мен де барам деген еді. Айгүл, 3-ші адам артық болады. Саған не бар? Екеуі жақсылап таныссын да, деді. Түнделетіп пәтерге келсем, Шынар ғана ояу. Мені күтіп отыр екен. Есіктен кіргеннен сұрап жатыр. Әкесі қандай қызметте екен? Шешесі бар ма? Үйінде неше ағайынды? Деп, аңғал мен бәрін айтып бердім. Сол күннен бастап Шынар менің қасымнан қалмайтын болды. Бірақ Айдарханды жұмысынан басқа қалаға 2 ай білімін жетілдіру курсына жіберді де, біз ұзақ уақыт кездесе алмадық. Шынар күнде қашан келеді деп сұрайды. Оның келуін менен гөрі сол қатты күтті. Аяқ астынан диета ұстап, кешкі сағат 6-дан кейін мүлде тамақ ішпей қойды. Нан жемейді. Мен апта сайын демалыста іні-сіңлілеріме анау-мынау сатып алып ауылға барып қайтам. Ал Шынар сол жолға кететін ақшасына шашын қидырады, боятады, жаңа киім сатып алады. Әйтеуір 2 айдың ішінде қатты өзгерді. Киім, шаш үлгісін өзгертті. 2 айда 10 килограмм салмақ тастап, 47 килограмм болды. Қыз баласы арықтаған сайын жасарып, әдеміле түседі екен. Жігіт түгілі біз қызыға қарайтын болдық. Сол кезде оның менің жігітіме дайындалып жатқанын білмедім. 2 айдан соң Айдархан қалаға келгенін айтып хабарласты. Шынар, пәтерге шақыр, өз қолымен дәмді ас даярла. Қалалық жігіттер үйдің тамағын ұнатады, деп қолқа салды. Сөйтсем, ол менің жігітімен кездесудің, танысудың амалын іздеген екен ғой. Мен жексенбіде Айдарханды пәтерге шақырдым. 2 қыз ауылдарына кетті. Ал Шынар қалды. Мен күні бойы базар араладым. Тамақ, салат істедім, үй жинадым. Әйтеуір қолым тимеді. Ал Шынар шомылды, шашын тарады, көзін бояды. Ерекше дайындалды.
Есіктің қоңырауы басылғанда мен ас үйде жүргенмін. Бір қарасам, Айдархан үстел басында отыр. Шынар өзі күтіп алыпты. Тіпті танысып та үлгеріп, әңгімелесіп отыр. Дастарханға қажетінің бәрін дайындап қойғанмын. Бірақ қойып үлгермегенмін. Күні бойы үй тазалауға көмектеспеген Шынар ас үйдегі дайын салаттарды, тәтті пирог салынған тәрелкелерді тасып жүгіріп жүр. Таң қалдым. Бір жағынан мені Айдарханмен әңгімелесін дегені шығар деп ойлап, риза болдым. Бірақ мен тамақты салуға кеткенімде, оның өзім жақсылап палау бастым. Өзім салып әкелмесем, Динара қопалдау ғой, ыдысты құлатып, немесе қолын күйдіріп алар дегенін естіп біртүрлі болдым. Мейлі, өзі жасамаған тамақты мен істедім деп бағасын көтере берсін. Бірақ мені жамандаудағы мақсаты не? Мен емес, керісінше, өзі олақ қой. Үтікті күйдіреді, ыдысты сындырады. Жігіт кеткенше ренішімді білдірмей-ақ қояйын деп шештім. Байқатпайын десем де көңіл күйім түсіп кетті. Ал Шынардың менімен шаруасы жоқ. Айдарханға ұнаудың барлық амалын жасап әуре. Үстелдің үстін тазалап, шайды да өзі құйып, сызылды да қалды. Тағы бір таңғалғаным, алдында менен Айдархан нені жақсы көреді, қандай әншінің әнін ұнатады, қанша баласы болғанын қалайды, деп оның армандары мен қызығушылықтарын да сұрап алған. Мен аңқау бәрін айтқанмын. Ал енді Айдарханның ұнататын нәрсесінің бәрін мен деп айтып отыр. Ертеңіне Айдарханмен тағы жолықтым. Ол, неге көңілсізсің? Шынар көңілді қыз екен, онымен зерікпейсің. Палауы дәмді болыпты. Мен ұнататындай ноқат салып пісіріпті, деп Шынарды мақтаумен болды. Ол палау баса алмайды, мен пісірдім, деп айта алмадым. Келесі айда менің әкем қайтыс болды да, мен оқудан сұранып ауылға кеттім. 2 аптадан соң қалаға келіп, дипломдық жұмыс қорғауға кірісіп кеттім. Айдархан да мүлде хабарсыз кетті. Шынар кешкілік үйде отырмайтын болды. Мән бермедім, күдіктенбедім. Өйткені диплом қорғауға дайындалып, күні бойы сабақта, кітапханада болам. Бір күні Айдарханды көшеден көріп қалдым. Ол, Динара, кешір, мен арман мақсаттары, талғамы, бәрі өзіме ұқсайтын қызды сүйіп қалдым. Қызығушылықтары бір-біріне ұқсайтындар қосылса, бақытты болады. Ал екеуіміз 2 түрлі адамбыз, деді. Өксік тығылып, сөйлей алмадым. Кейін білдім ғой, оның сүйіп қалғаны менің қасымда 4 жыл пәтерде тұрған жақын сырлас құрбым Шынар екен. Шынарға, неге ол, қалада басқа жігіт көп қой, деп ренжігенімде үндемеді. Сөз қайтармады. Өзінікін дұрыс немесе бұрыс демеді. Бір айдан соң дипломымды алып, ауылға кетіп қалдым. Айдарханға, Шынарға ғана емес, бүкіл қалаға ренжідім. Әйтпесе, декан өзім оқыған оқу орнында қалуымды сұранған еді. Ал мен опасыздық жасаған 2 адам тұратын қаладан ертерек кеткім келді. Осы менің ақымақтығым болған шығар деп ойлаймын. Ауылдағы мектепке жұмысқа орналастым. Сөйтіп, ауылда қалып кеттім. Ауылдың бір жігітіне тұрмысқа шығып, қазір 5 баланың анасымын. Шүкір деймін. Бірақ Шынар туралы естігенде, Инстаграм парақшасын көргенде, оның орнында мен болуым керек еді ғой. Неге жігітімді оған бере салдым, күресуім керек еді, деп өкінем. Сондай-ақ, ренжіп ауылға кетіп қалмай, қалада қалғанымда, қазір өмірім басқаша болар ма еді, деп те ойланам. Өйткені, мен 1 айлықтан 2 айлыққа әрең жетіп, орташа өмір сүріп жатырмын. Ал Шынар Дубайда, біресе Түркияда, Египетте қыдырып жүр. Күйеуі мықты кәсіпкер ғана емес, қалалық мәслихаттың депутаты. Екеуінің бір ұл, бір қызы бар. Шынар сол баяғы қыздай. Жап-жас. Әрине, әйелді әдемі ететін ақша ғой. Кез келген әйелді әсемдік салонына кіргізіп, сәнді киіндірсең, құлпырып шыға келеді. Оның үстіне көңілі тоқ, уайымы жоқ әйел қашанда әдемі. Ал менің күйеуімнің де, менің де тапқаным бала-шағаның ас-ауқаты мен киімінен артылмайды. Өткенге өкінбейін десем де, Шынар менің арманымды, менің өмірімді ұрлап алғандай түйіледі де тұрады. Егер мен
Шынар мен Айдарханды таныстырмағанда, жігітімді пәтерге шақырмағанда, қазір мүмкін мен оның әйелі болып отырар ма едім, кім білсін.